Кайырлуу күн достор. Бүгүн биз Актөбе каласында зергерлик буюмдар жасайтын, ата касыппен айналышып жүрген жаштар менен таанышатын болобуз. Менің есімім Дәуітов Арқат. Мен 1994 жылы Ойыл ауданында дүниеге келдім. Бала кезімнен қызығушылығым негізі суретке қызығушылығым көп болды. Сол кезден бастап сурет салып, жаңағы осы Ақтөбе қаласындағы көркем сурет лицейіне оқуға түсіп, сонда 4 жыл оқыдым. Одан кейін мен деген ары қаратай дамыту үшін Алматыдағы өнер академиясы, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына түстім. Металл көркемдеу өңдеу мамандығына. Сөйтіп, соны 4 жыл мамандық бойынша кәсібімді аштым. Қазіргі кезде сол мамандық бойынша жұмыс істеп жатырмын. Комплектінің аты құс тұмсық жүрдік. Сырғасымен, пулонымен. Бұл негізінде қыздар ұзатылып жатқан кезде, сол кезде сыйлайтын болған. Бұл да күміс 25, бетіне алтын жалатылған. Қазақша ойымен өрнектелген. Қошқан мүйіз. Күмісті бақыттас көрін бірінші мына ені қалыпты қыздырып аламыз. Күмісімізді жайлап қыздырамыз. Күміс 920 градуста қалпын балқиды. Жақсы балқу үшін мына оттың қызу ұшында болады. Оттың қызуын дұрыс бағыттаймыз. Ешқандай қоспасыз күміс осындай болады. Ақшыл келеді. Сосын мынау уже қалыптан құйылып шыққан. Мынау 925 пробалы күміс. 999 пробалы күміс жұмсақ болып келеді. Кішкене оны қатайту үшін не қосамыз? Мед қосамыз. Кезекті жасап жатқан заказым, тапсырысым. Мен тапсырып үшін өзінің айту бойынша істеп жатырмын. Осындай тас алып келген. Сол тасқа қарап, осының формасына қарап сырға жасап жатырмын. Сырғаның бірінші бөлігі бітті, енді екінші жағын жасау процесіндемін.